ана 51-ші домнан Қытай қызды алып кетіп жатқан жеріне ұстап алдық біз. Міне. Ана Қытай қызды мына жерден таланға қаратты, бұла қарай алып кетіп жатыр. Мына вообще оңбағандық қой, сонда мамасы жоқ деп не сөйтіп алып кетесіз ба? Жақсы, өзімсіз қыласа не істейін деп тұрсыз енді. Міне. Жақсы, енді не істейін деп тұрсыздар. Жүр, барайық. Не болды, үйде мен зорладым ба, әлде... Қайда алып бара жатырсың? Қайда алып бара жатсың сен? Танымайсың ол қызы. Мен сені танымаймын, ол сені танымайды. Қайда мороженое, мына не? Жоқ, жалпы сөзі мен зорладым ба? Конкретно айтыңызшы. Жоқ, сен қайда алып бара жатырсың деп тұрмын ғой. Мысалы, зорладың сұрақ. Қай магазинге? Қай магазинге? Не үшін қаштың? Не үшін қаштың? Потому что менттер келіп бат деп қайдағы мен паня? Қайдан білейін, бұлар деген ауылдың балдар екен, қайдан білейін? Менттер деп ойлап қалдым да қаштым нақыл. Баланы жоқ, қайда алып барсың баланы? Мына жақта емес пе магазин? Не шаруаң бар сен бойны баласында? Не шаруаң бар? Болды, жақсы. Біздер мана Нұрса 51 болашақ мекен жайында тұрамыз. Үй жақта жүргенде бір үлкен кісі айтады, бір қызды сүйреп алып бара жатыр деп. Сол кезде біз бір сөзбен айтқанда педофилді ұстаймыз ғой. Сол педофил Қытай қызды алып кетіп бара жатыр. Нұрса 51-дің арт жағындағы батыс мұра жаққа қарата. Сосын не үшін алып бара жатыр дегенде балаға нан берем деп нан сатып алып берем. Мен айтып жатыр, мен өзім ұстап алдым ол кісіні.